Россия махсус хызметлері бүгін Сабасиетлер қасабасында яшаған Қырымлы Ренат Парламовның евінде тынтув кечірді. Ешғалжелер бұны тешкеру ве тақиқат әрекетлері олара қадлай. Тынтув вақтында ноутбук ве қайнанасының мұсылман кермені кетабыны тұтып алдылар. Қайдетеміз, оның бір қаж басмасы Русияда экстремист малюматлар федераль жедвелене кірсетілген. Адлия Джеймил Курбединовның дегені кебі Парламовны Ақмешжетте Қырым бойынша Русияның ФСБ идаресіне алып кеткенлер. Адвокатның фикіріне көре бойле тешкеров Парламовның дени фаалигіне бағлы ола біле. Чүнки о мұсылмандар. Оның чағына етмеген дорт баласы бар. Чаршыда алыш-вереш әлі оғраша. Бүкінлері ажылықтан келген ағасыны қаршылады. Шатларының айтқаны кебі ешғалже мақсус қызметлерінің хадимлері белгілері олмаған формаға кенген еді.